бір столдың бетінде мынандай бір аппақ қағаз тұр екен. Қасында қалам тұр екен. Содан кейін біреу келіпті да қаламды алып қағазға жазу жазыпты дейді. Жақсы ой жазыпты да бүйтіп қойып шығып кетіпті. Қағаз жыны келіп, ей оңбаған қалам, сен мына аппақ болып тұрған қағазды быт-шытын шығарып бір нәрселер чимақтадың ғой деген кезде қалам айтты дейді. Сенің ішінде жазылған еркектердің әйелге деген, еркектердің қызына деген, қарындасына деген, анаға деген құрмет жазды. Бұдан артық сөз жоқ деген. Содан уақыт өтеді, заман өтеді, столдың беті шаң болады. Қаламның сиясы құрғайды, қағаз сарғайып кетеді. Өскен бала келеді, әкесінің жазғанын көріп, әйеліңе, анаңа, қызыңа құрмет ет деген сөзді алып өмірлік талим қылады. Бұл аппақ қағаз сіздің қызыңыз. Сол аппақ қағазды пайғамбарымыз өлетін кезде қоштасып құтбаға, вада құтбасына шыққанда, мен сендерге өсиет етем, мен сендерге өсиет етем, мен сендерге өсиет етем, әйелдеріңіз бен қыздарыңызды қорламаңыздар, оларды жақсы қараңыздар деп пайғамбарымыз өсиет етіп кеткен нәрсесі осы. Вада құтбасына. Демек, оның мән мағынасы қандай? Мен әйеліме, семьяма жақсымын, сендер де жақсы болыңдар дейді. Әкенің қызға ғана болатын мәселесі, міндеттерімізді қысқа ғана сіздерге айтып берейін. Ең бірінші, туылғанда дұғада болу. Қыз туылды дегенде көңіл күйлеріңіз бұзылмасын. Еркектердің әсіресе. Одан кейін қыз туылғанда Алхамдулилля деп шүкір айтыңыздар. Қызды еркелетуге құмар болыңыздар. Еркелетіп, жақсы тәлім тәрбие беріп, еркелету деген сөз, еркіне жіберу деген сөз емес. Мен юбкамен көшеге шығайын десе шығара салу емес. Еркелету деген сөз соның жүрегіндегі жол таба білу деген сөз. Бір Құранда Аллах Субхана ва Тағала және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жидатихи үстіне жақсы киім кигізіңіздер деген. Шариғаттың шеңберіндегі нәрсе осы. Қыздың алдында анасы мақтаңыздар, баланың алдында өзінше, еркектің әйелдің алдында мақтаңыздар. Өйткені ертең сенің қызың күйеуге барып, сол күйеуі мақтайтын болады иншалла. Одан кейін сыйлық беретін болсаң, бағана айттым, қыздардан bestеңіздер. Балаға қарағанда қызға көңілі көңіл бұрыңыздар. Намахрам, бөтен еркектермен жоламауларын көбірек қадағалаңыздар. Киімін дұрыс қадағалай біліңіздер. Қыздан әкесі ұяла білсін. Қыздан сен ұялсаң, сенің қызың сенен ұялады. Ертең ол келін барып болып күйеуінен ұялады. Күйеуінен болса әйелінен ұялады. Қайнатасынан, қайнағасынан ұялу осы жерден келіп шығады. Содан кейін шамасы жеткенше мына бояну мәселелерді кейінге қалдыруға тырысыңыздар. Күйеуге шыққаннан күйеу бояндырмасын. Сіздердің уақытыңызда ол шамаңыз жеткенше жетпесін. Одан кейін күйеуге беруді даярлаңыздар. Сен күйеуге барасың деп әкесі әлі айта алмайтын шығар. Анасы арқылы соған қам жасаңыздар. Одан кейін ысырап етпеуді жиі үйретіңіздер. Әке қызына сіздердің әдеп беріңдер деген кезде пайғамбарымыз исраф етпеуді үйретіңдер деді. Иман ол бірінші орында тұрады. Содан кейін әке қызына ысырап етпеуді үйретіңіздер. Қызым, бір әке сіздер сияқты жамағатта айта береді екен, қызым мынаны істе, қызым мынаны істе, қызым мынаны істе десе, әбден ұнамайды екен еркекке. Қызға, біздің балаларға ұнамайды ғой. Қызға да ұнамайды екен. Содан әкесі ауырып қапты. Сол халге жеттім дейді қыз. Осы әкем өліп қалса екен деп тіледім дейді. Ауырды, әкем өлетін күні жақын қалды ма білмеймін, мен жұмысқа тұра алмағам. Жұмысқа тұрам деп жұмысқа шығып, әндамында жұмысқа шақырды. Әр жерде резюмемді бердім. Сонда қызым әкеме енді жұмысқа кетіп баратын, батасын алайын, алдына кіріп шығайын деп ауырып атқан әкеме кірдім дейді. Ауырып атқан әкем сол моментте де тағы да терезені ашшы, форточканы ашшы, қызым мынаны сөйлеш деп әбден оның өзі өліп баратса да мынау қоймайды екен ғой деп жыным келді дейді. Содан кейінгі соңғы айтқан сөзі, қызым ысырап етушілерден болма. Ысырап еткендерді болса сен тоқтатушы бол деп айтты.
Жақсы әке, жақсы дедім да, жұмысқа кеттім. Үлкен катта банкыға мені шақырды. Банкыға кіріп келсем, анау тұтқасы сынық екен, соны болып салбырап тұр екен, бүйтіп бұрап қойдым деді. Ішке кіріп, әрі күттім, приемныйды бері күттім, дәретке барып көлігір, дәретхана кірсем, дәретханада су сылдырап ағып тұр екен, сылдыраған су жауып қойдым. Әжетхананы қағаз жыртып жатыр, жинап орап қойдым. Содан кейін күтіп отырым, алдымда тұрған собеседовать еткен қыздардың бәрін қайтарды, менің қағазымды қолыма берді. Енді мен де кете берейін бе, собеседовать құладым ба деді, жоқ, сені ғана жұмысқа алдық деді. Неге? Аналардың барлығына ручканы әдейілеп босатып қойғанбыз. Суды әдейілеп ағызып барлық жерге камера қойғанбыз. Менің банктың бастығы айтты дейді, менің банкыма келмей жатып қамқорлық жасаған адам маған жақсы кадр болатынына көзім жетті деп айтты. Аналар ұзын көріп ұзын шықтысын бәрін қайта жібердім деді. Сондықтан Алла Субхана ва Тағала құрметті қыздың тәрбиесі екі нәрсеге алып келеді. Екі нәрседен құралады. Біреуі әкеден, екіншісі күйеуден құралады бауырлар. Сондықтан қыз болмаған бағана айтқан қарындастар, сол қарындастарға Алла Субхана ва Тағала туралық болуды Аллах Тағала нәсіп етсін. Пайғамбарымыз алейхиссалам бір қасында отырған, бір маңайында тұрған бір әйел баласын шақырды. Баласын шақырғанда бір нәрсе берем, балам кел деді. Пайғамбарымыз ол әйелге қайырылды да, балаңа бір нәрсе бересің бе деп айтты. Не берейін деп жатыр деді. Бір құрма берейінші деп едім деп қалтасынан шығарды дейді. Дұрыс деп айтты. Егер бір нәрсе берем деп бермесең, Алланың алдында о балаң келгенде сен ештеңе бермесең, сен өтірікшісің деп жазылады деген екен. Бұдан шықты құласа сөз, балаларыңыздың алдында да, басқаның алдында да өтірік айтпаңыздар. Ана, мен үйде жоқ деп айта сал дегендерге айтып отырмын.